Енді өзім Италияда болған кезде бізде отельде бразильецтер болды, мексиканецтер болды, аргентиналықтар болды. Оларды өз елдерінде мысалы инфраструктура жоқ, қыс жоқ, қар жоқ. Олар жаз бойы шаңғы-роллермен дайындалып, қыс келген кезде неге барып Италия, Скандинавия елдеріне барып оқу-жаттығу жиындарын өткізіп, сол жақтарда дайындалып, қазір біздің кейбір мықты спортшыларымыздың өзінен озып кетіп жатыр. Бізге негізгі бәсекелесте болуы мүмкін ба ертең Италиядағы Олимпиада ойындарында? Иә, бәсекелестік енді олар қазір 40-50-ге кіріп жүр ғой, біздікілер 60-70-те жүрміз. Енді біз ойлаймын, жаңағы стратегиялық жоспарды дұрыс құруымыз керек. Бүгінгі егілген дән ол ертеңгі мысалы өнім беретіндей, сол дәнді дұрыс егіп, дұрыс баптап, соған мықты мамандар керек. Және де ғылыми техникалық прогресс бір орында тұрған жоқ. Күн сайын дамып жатыр, көріп жатсыздар. Искусственный интеллект бар, соның бәрін меңгеруіміз керек. Оның бәрі жаттығуда да, функционалда да, спортшының ағзасын зерттеуге оның бәрі керек. Соның бәрін жетік білмей, біз өкінішке орай жаңағы мықты нәтижеге жетуіміз екіталай.